Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай жұп-жұмсақ, дәмді әрі оңай дайындалатын тоқаштар пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен таза бір ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сүтіміз бөлме температурасынан сәл жылы болуы қажет, бірақ ыстық болмауы керек. Оның үстіне қантты саламыз және де ашытқыны салып, сәл араластырамыз. Қант пен ашытқымыз сүтпен араласқаннан кейін үстінен бір жұмыртқаны саламыз және де бір ас қасық сұйық майды құйып, тағы да араластырамыз. Құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын видеоның астында описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Ал енді осының үстінен ұнның жартысын саламыз және де дәл осы ұнның үстінен жарты шай қасық тұз және де жарты шай қасық қопсытқыш салатын боламыз. Оның барлығын бірден қоспаңыздар, өйткені тығыздығы әртүрлі болғандықтан бірде аз мөлшерде немесе бірде көп мөлшерде қажет болуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан қосып отырып елеген дұрыс. Менде бұл жолы ұннан 3 ас қасық шамасында артылып қалды. Алғашында қамырларыңыз сұйықтау болғандықтан венчиктің көмегімен немесе лопатка қасықтың көмегімен елеп араластырып отырсаңыздар болады. Одан кейін барып жаңағы араластыру қиындай бастаған кезде қолмен елеп жалғастырасыздар. Қамырдың басы бірігіп, иленуге ыңғайлы болған кезде бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, қамырды тағы да илейтін боламыз. Басында қамырымыз езіліп, илеуге ыңғайсыз болады, бірақ тоқтамаймыз, жалғастыра береміз. Бірер минуттардан кейін қамырымыз жұп-жұмсақ әдемі жылтырап иленіп шығатын болады. Дәл осындай жұп-жұмсақ қолға жабыспайтындай сәтке дейін илейтін боламыз. Ал енді осы қамырдың бетін пленкамен жауып 45 минутқа 2 есе көтерілгенше жылы жерге қоятын боламыз. Мен қамырды 40 градустағы духовкада қоятын боламын, сонда тез көтеріледі. Мінекей дайын болған қамырымыздың көлемі ұлғайып, осылай әдемі көтеріледі. Жұмыс жасағанға сондай ыңғайлы, қолға жабыспайды, артық ұнды, майды қажет етпейді. Енді қамырды илемейміз, қатты баспаймыз, сәл домалақтап алып, ортасынан дәл 2-ге бөлетін боламыз. Енді әр бөлікті қатты баспай домалақтайтын боламыз. Достар, менің арнамда сіздер сондай-ақ түрлі оңай дайындалатын әрі қарапайым заттармен жасалатын дәмді десерттердің рецептін таба аласыздар. Ол үшін каналыма өтіп, видеолар бөлімін ашсаңыз болғаны. Қамырмен жұмыс жасағанда бөлмелеріңіздің жылы әрі сквозняктың болмағаны дұрыс. Енді осы әр бөлікті шамамен 2-3 мм-дей қалыңдықта жаятын боламыз. Қамырды жайғанда артығын себудің қажеті жоқ, және де тым жұқа жайып жібермеңіздер. Дәл видеода көрсетілгендей біркелкі 8 бөлікке бөлетін боламыз. Сонда бізде әр бөлшекте 8 талдан 16 тоқаш шығатын болады. Кесілген тоқаштарды бетін жауып жарты сағат тындырамыз. Табаға сұйық майды молынан құямыз және де әбден қыздырамыз. Және қатты қызған сұйық майдың астын орташадан сәл төмен отқа қойып, тоқаштарымызды салып, екі жағынан әдемі қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен тоқаштарды міндетті түрде қағаз сүлгіге қойыңыздар, сонда артық сұйық майдың барлығы қағаз сүлгіге сіңетін болады. Тоқаштарымыз әдемі қызарады және жақсы көтеріліп пісетін болады. Дайын болған тоқаштарды әбден суытып алып, ішіне начинка салатын боламын. Начинка менде 2 түрлі, біріншісі шоколадты, екіншісі варенкамен. Шоколадтың кез келген түрін қою сливкемен ерітіп қолдана берсеңіздер болады, немесе тоқаштардың тек бетіне жағуға да болады.
Осымен біздің оңай дайындалатын дәмді әрі ерекше жұмсақ тоқаштарымыз дайын. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге, отбасыларыңызға, балаларыңызға барлығына ұнайтыны сөзсіз. Видеом ұнаған болса лайк басыңыз, пікір жазыңыз, тым болмағанда смайлик қалдырып кетуіңізді сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қолдап отырыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі видеоға дейін сау болыңыздар.